Таза Қазақстан республикалық экологиялық акциясы аясында кезекті сенбілік өтті. Табиғат жанашырлары бұл жолы Атамекен Самал лагері және Қарттар үйі аралығындағы аумақты көң қоқыстан тазартты. Жаз түсе табиғат аясында тынығып жағажайларға келушілердің қарасы қалыңдайды. Олардың бәрі бірдей жауапсыз деп жазғырмайық, бірақ артын жинамай шашып кететіндер баршылық, ал қоршаған ортаға қамқорлық өзіңнен басталады. Сондықтан кез келген адам өлке табиғатына жанашырлық танытып, экологиялық жағдайына бей-жай қарамауы тиіс. Таза қала, таза ауа ол болашаққа өте пайдалы екенін бәріміз білеміз. Енді осы қала тұрғындарына айтарым, мынау қазір жаздың кезінде пикникке шыққанда арттарыңызды жинап, мына қоқыстың бәрі көбіне осы пайдаланған пластикалық ыдыстар, пакеттер, сондықтан осы артты қалдыру, тазалауды сұраймыз. Халыққа осы өлкеге пайдамыз тиіп жатыр деп ойлаймын. Осы үлкен шараға ұйымдастыруға мыңда бір рахмет. Тағы да осындай шараларға қатысуға біз дайынбыз. Туған өлке экологиялық шарасы республикалық Таза Қазақстан акциясы аясында өтті. Ұйымдастырушылардың сөзінше, жасыл желек жайқалған бұл аумақта да тұрмыстық қалдық көп. Облыстық табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының бастауымен өткен науқанға бұл жолы Орал Oil and Gas мекемесінің қызметкерлері, үкіметтік емес ұйымдар, экологиялық департаментінің мамандары жұмыла кірісті. Осы төңіректе тұратын тұрғындар да көмекке келген. Локациямыз бұл Атамекен, Самал лагерлері және мүгедектер үйінің аралығындағы демалыс аумағы болып табылады. Бұл жерде көк желектер жасыл аймақ болғанмен тұрмыстық қалдықтармен ластанып қалған. Мұндай акциялар әрбір жерлерде сол жердің тұрғындардың бастамасымен өздері ұйымдастырулары қажет. Себебі жалпы қызметкерлердің, үкіметтік емес ұйымдардың бастамасымен барлық жерді қамтуы мүмкін емес. Сондықтан барлық тұрғындарды өз тұратын жерлерін тазартуға, күтіп ұстауға шақырамын. Сенбілікте жиналған көң қоқыс арнайы полигондарға шығарылды. Гүлден Аюпова, Алтынбек Тыншқалиев, Алихан Исқазиев, Ақжайық ақпарат.